Барлықтарыңызға сәлем. Есімім Еркебұлан, бұл BBLife арнасы. Бүгін біз бизнес бастаудың кураторларымен бірігіп шағын эксперимент жасаймыз. Барлығы қарапайым, оңай. Мен мына бір наушниктер арқылы кураторларға тапсырма беріп отырамын, ал олар сол тапсырманы бірге бір орындауы қажет. Ендеше кураторларға сәттілік, ал сіздер мына видеоның дауысын қаттырақ шығарып, мұқият қараңыздар. Ендеше алда көретіндеріңіз. Нана, столдың астына кіріп көтере аласың ба столды? Могу я на багаже сидеть, пожалуйста. Кішкене ұятта болды сәл. Қызға барып сөз салу керек болатын. Я вас влюбился. Маған айтады, мен балам бар ғой, мен күйеуім бар ғой, не істеуім керек? Қорқынышты өте адамдарға өту. Я ұрып жібере ма деп ойлайсың. Мен елдің құсығын жуатым. Мысалы, да? Апай, ұрыспаңызшы маған. Я не ругаю, я тебе говорю. Есім Аружан болады, бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің тренері боламын, және Мега Жады орталығының негізін қалаушыларының бірімін. Осы бизнес бастау ұйымдастырған, жалпы қорқынышты жеңуге арналған сынаққа қатыстым. Бір қызық жағдай болды, сумка алуға кірген болатын. Сол жерде жаңағы апай мені отырғызып алып, маған әңгіме айтты. Просто менде ақша жоқ та, мен қатты сумка алғым келіп жатыр. Просто новая сумка алғым келді, менікін ұрлап кетті, ала тұрсам бола ма? Просто бесплатно. Я не понимаю такого. Жоқ, просто себебін білмейсің, ол басқа Когда нәрседе. мне было 18 лет, 17 лет, я так вкалывала, работала, что я вот, чтобы ничего не просить за свою учебу платить, мен елдің құсығын жуатым. Мысалы, да? И я никогда ни у кого ничего не просила. Апай, ұрыспаңызшы Я маған, не ругаю, я просто. тебе говорю. Ты молодая, в тебе столько сил, возможностей. Почему ты не работаешь? Жұмыс Идите жасаймын к ғой, нам бірақ. продавцом. Мы вас возьмем, на зарплату возьмете сумки. Ничего, нормально. Бермейсіз ба сонда? Тегін вообще? Нет. У нас же нет такого, что это же товар, это все продается. Тегін кім берет саған, конечно, кім бермейді. Хочешь? Без проблем, я могу тебя накормить. Дома до отвала. Пойдем, я тебя накормлю, допустим. Но чтоб чужое зато беру, это что такое вообще? Сіз хозяйкасыз ба ще? Нет. Сіз просто сатушысыз ба? Түсінікті. Жақсынты, рахмет. Армысыңдар, менің есімім Тілектес Дүйсенбаев. Мен бизнес бастауда 32-33 ағымның кураторымын. Ол кішкене ұялатында жерлері болды енді. Мысалға маған деген метрода мен білмейтін, өзім білмейтін өлеңді қуып, ойыма келген сөздермен өлеңді айту. Ол менің алдымда жақсы қылды айтты, енді менден кішкене сөзін білмесем де айтуым керек болды да. Көпшіліктің алдында, метроның ішінде, мысалы танымайтын адамдардың алдында. Айту керек па, тупо айту керек деп айта салдым, сонысымен жеңіл болды. Ең бастысы қай бір істе де ұялып тұрсаңдар, қорқып тұрсаңдар, ең бастысы бастау екен. Сол маған деген бір ой салынды. Одан кейін бір қызға барып, әңгіме айту керек болды. Ол қыздың жанына отырып, кішкене таңғалып қалды ол қыз. Менде просто бір нәрсе барды айтатын. Аделина. Аделина ма? Қанша түсесің ғой, иә? Иә. Сынақтың шарттары бойынша маған құлағыма айтып отырды. Бір орынсыз, қисынсыз әңгімелерді айтып отырды. Мен ез айтқым келген жоқ, бірақ оның сынақтың шарттары сондай болғандықтан айтуға тура келді. Кеше мысығым өліп қалған еді. Просто кеше мысығым өліп қалған еді просто. Мысық ұнай ма саған? Да, мне есть кот. Да? Менде мысығым өліп қалды, просто бірге бір жыл болдық та. Сен просто ұқсайсың просто. Просто обидно болып тұр маған. Сен көріп жылағым келді. Просто бір жыл болдық, мен даладан тауып алдым да, и бірге прям күшті ұйықтап, ол мен жаныма келіп, тамақ беріп, бәрін жағдайын жасадым, ауыл алтта просто өліп қалды.
досым күнде тамағымен бөлісетін еді да. Мен оған тамақ салам или ет бір нәрсе салған кезде ол маған тістеп алып беретін да. Сондықтан тамақ заказ бердіңдер ма сендер? Қазір алып келуге кетті ма подружкаң? Нет. Да? Маған просто тамақ алып бере аласың ба? Мысал ретінде просто ақшам жоқ еді. Кешірім, Еркебұлан. Прошу прощения. Еркебұлан сен басын жасамайды негізі. Сосын бір топ отырған жігіттерге бардым. Ол топ негізі маған ұнамайтын, енді қыз болғандықтан жолда кетіп бара жатқан кезде түрлі жігіттер тиісіп, сондай әңгіме айтып, сондай тиісіп кететін, енді әрине тәрбиесіздігінен сөйтіп мен алдым да өзім сөйтіп жасап көрейін деп, керісінше олардың орнына болып көрейін деп бардым да сол топқа отырып тиісе бастадым жігіттердің біреуіне. Тамаққа заказ бердіңдер ма? Жейсің ба? Иә, давайте бірге жейміз. Қайда бағын ұқсас? Алдыңдар ма, алдыңдар ма? Маған да қос заказ бере салыңдар. Есім кім болады сен? Жоламан. Саламат? Жоламан. Жоламан. Нана, столдың астына кіріп көтере аласың ба столды? Айта салың. Жоқ, сен ішінде ең мықтысы сияқтысың ғой. Қазір істеп көрші. Тұроттай өреді ғой. Өте жеңіл ғой нау. Тұроттай өреді. Өте жеңіл ғой, көтеріп көрші. Бош, просто уақытым жоқ. Көтере аласың ба? Көтере аласың. Көтереші енді астына түсіп. Звание. Жасап көрсе. Неге өзінше олар? Бірақ олар да мені түсінді. Олар да мысалы қатты сөздер айтып, бір жаман іс-әрекеттер, қылықтар жасаған жоқ. Қазақтың жігіттеріне ризамын деп қойды. Менің есімім Танабаев Әкімжан Асанұлы. Мен осы бизнес бастау командасындамын. 32-ші ағымды бітіріп, осы командаға қалам деген шешім қабылдадым. Бір қызға барып сөз салу керек болатын. Сол сөз салуда ең несте болғаны адамды жіберіп алмау. Бірнеше адамды келіп тоқтаңызшы, сізге бір немесе айтып жіберейін, мен сізге ғашық болып қалдым деп айтудың өзі мен үшін бір түрлі болды. Кешіріңізші, 1 минут бола ма? Мен манадан бері сыртыңыздан, На русском не можете? Я смотрю, вот вы идете, да? Я вас влюбился. Короче, вечером у меня той, у меня девушка ушла от меня, и нужен мне пара. Можете, да, со мной? Да, ну да. Көшеде танымайтын адам, еще үлкен адам болды да менен, сөз салған адам, үлкен адам болды, бір 25-26 жас шамасында болу керек. Маған айтады, мен балам бар ғой, мен күйеуім бар ғой, не істеуім керек деп кәдімгі. Мен кетіп қалатын адам құсап айтып тұр да. Мне придется развестись, чтобы замуж опять выйти. Жоқ, ойнамас, алып қашып кетемін. Ничего страшного, да? Ну да. А то, что мой муж будет против, ничего страшного. Не, ничего страшного. Да. А ты есть тоже ничего страшного. Нет, я не люблю. Как своего родного. Правда? Я люблю вас. Ну, по сути, по разговору нужен мне, невеста. Не могу найти. Вот прям срочно нужно. Срочно прям. Вот сейчас Если, пойдёте под венец ну сразу. да, хочете, если сейчас в Москве есть, фотографируются там места. Фотографироваться? Ну, как сказать вам, я живу здесь недалеко. Если вы хотите, вот машина есть там, пойдем. Времени нет, пойдем или нет? Нет, конечно. Почему? Потому что я замужем. Почему вы замужем? Ну, так, Вы нужна мне. к сожалению, я своему мужу тоже нужна. Почему вы мне не сказали? Как не сказала? Сказала же сразу. Когда? Я замужем, ребенок. Нет, есть. пойдемте. Вот здесь я живу. Ну, пошли. Ну, вот здесь я живу. Я люблю вас, Пойдемте. В общем, қызық болды. Сөз салып тізеге мынаяқтан Еркебұлан сөйлеп жатқанда, мынаяқтан еще алдыңда адам тұрғанда сөйлеп жатқанда, екі жақты бірдей тыңдау мүмкін емес. Сондай қиындықтар болды. Жаңағы Еркебұлан тыңдау, я адам тыңдау керексің. Көбінесе мен адам тыңдауға тырыстым, өйткені жауап беретін оған сен, Еркебұлан қайталап айтады ғой десең. Ну, пожалуйста, выйдите меня. Я вот знать не знаю. Как вы знать не знаю? Мы же уже 1 лет встречаемся. Покажите мужа карточку, там фото. Чтоб я... Вот мой сын. Кольцо где, кольцо?
у вас? Нету пока. Вот нету, у меня есть одно. У меня есть одно, у вас нету. Пойдемте, вот здесь я Я живу. его сняла, потому что работала С кем работаете? в салоне красоты. Можно поцеловать хотя бы? Нет, Ну, почему? нет. Ну, пойдемте, ну, вы же уже согласились? К врачу сходите. Там вот читаю Все, спасибо, это пранк. Круто. Қорқынышты өте адамдарға өйту, я ұрып жібере ма деп ойлайсың, я милиция шақырып қала ма шынымен де, я бірдеңе істесін лақтырып жібере ма қорыққаннан деп қорқыныш болады әрине, бірақ енді ондай кезде енді тормозить етпеу керек дейді ғой, тормозить етпеу керек енді, жасау керек келгесін. Одан кейін барып бір топ болып отқан кішкентай балаларды суретке түсіріп жатқан жаңағы жалпы туған күн ба осындай Хэллоуин тойлап жатыр екен. Жаңағы фотограф суретке түсіріп жатыр екен. Сол кезде сіз дұрыс түсірмей жатырсыз, мені фотограф мен түсіре аламын деген секілді солай айтып рұқсат сұраған едім. Олар да мысалға мені түсініп, дөрекілік танытпай маған беріп фотоаппаратын мен оларды суретке түсірдім. Хотя мен фотоаппаратты дұрыс білмеймін. Почему-то он это неправильно фотографирует. Я сама фотограф. Давайте, вы не чуть это неправильно фотографируете. Давайте я попробую. Давайте. Просто. Сюда смотрите все. Детишки. Маша. Еще раз что-нибудь покажите. Адам Джинатин. О, классно. Кто еще как? О, Ариша молодец. Камила. Все улыбаемся, давайте. Это Хэллоуин, какой улыбаться. Кумаши, аж матиды. Все. Вот теперь классно получилось. Одан кейін жас студент қыздарға бардым. Олар өте көп тамақ алыпты. Сосын пиццамен бөлісуді сұрадым. Олар рұқсат бермей жатып, еще пиццаны ала бастадым. Пиццаны бөлісіп жесек болады ма? Просто қарным ашады, менде ақша жоқ. Пиццамен бөлісе аласыздар ма менімен? Иә, жарайды. Бір кусок пицца алсам бола ма? Иә. Қарсы болмайсыздар ғой, иә? Жоқ. Сәс болсын. Рахмет, өздеріңіздің қарындарыңыз тоқ болсын. Wow, that is relatable. Рахмет, өздеріңіздің қарындарыңыз тоқ болсын. Жастары нешеде? 18. Да, бірінші курсыңдар ма? 2. Өзің? Жігіттерің бар ма? Мен 19-дамын. Рахмет, қыздардан екен. Болды, тыңдашы бар. Кинотеатрға барып, Томирис киносына кірдік. Сол Томирис киносын спойлер етіп, яғни не болатынын полностью айтып беру болды. Ол киноға кірудің өзі оңай болған жоқ. Қаншама қобалжу да болды. Айтардың алдында да, кірердің алдында да не айтарымды білмей, әйтеуір маған сигнал берілді. 1, 2, 3 баста деп. Сол кезден бастап төңкеріліс болды ішімде, короче, не айтам, адамдар қалай қарайды екен, не болады екен дегендей. Сонымен астыға түстім. Короче, бұл киноны мен қарап тастағам. Сіздерге айтып берейінші, ama басталғанша. Былай вот, кім Томирис деген қыз болады, соны деген батыр қылып, кішкентай кезден ата-анасы өсіреді, сосын ата-анасын алады да өлтіріп тастайды жаулары. Сосын жауларына кегін алғысы келіп, батыр болып өсіп, Томирис деген барып, жауларының басын кесіп тастайды, общем. Сосын басын кесіп тастайды да, бір күйеу болады, сол күйеуін алады да, барып тағы Кир деген басын шауып тастайды, Кир дегенмен барады да, сосын шауып тастайды. Общем, қызық кино емес, қыздар, жігіттер, қайта берейік. Аузымда тұрған сөздің бәрін жеп қойып, жаңағыдай тез айтып, қара терге түсіп, охрананы көріп, одан сайын қорқып, кинотеатрдан шығып кеткен болатын. Өзіме ырзамын, ол екінің бірінің қолынан келмейді деген ойдамын. Білмеймін, мен шыққанның өзі қандай адамдар маған флажокпен кет деп, біреулер айтпай-ақ қой, оны сен айтпасаң да білеміз деген критерий ойларда, комментарийларда болды. Мен есімім Шапағат, бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінде психологиядан тренермін. Адамдардың қорқынышы мен өз-өзіне сенімсіздігі деген сынаққа қатыстым, экспериментке. Маған бірінші берілген тапсырма ол пакетті алу болды бір әйел адамның қолынан. Мен шынымды айтсам, ана кісіге пакетті алуға кетіп бара жатқанда ішімнен 1, 2, 3
в общем баста деп өзім дайындап алдым. Қасына барып пакетті сұрадым, бермеген кезде қайтып кеткім келді, бірақ шарт бойынша мен кеткен жоқпын. Беріңіз апай, жоқ апай, мен де алып барам, беріңіз. Жоқ, мен бәрін берсем, мен күшім көп қой, апай, берсем. Апай, берсейші. Апай, берсейші, пожалуйста. Апай, берсейші. Ана жерге дейін мен барам бәрібір. Берсейші. Ол кісінің сезімі былай болды. Үшінші пакетін бермегені. Мені ішіндегі портфелін алып кетіп қалады деп ойлады-ау деймін. Апай, беріңізші, мен ыңғайсыз болып кеттім. Ақшаңызды алмаймын. Сіз ақшаңыздан қорқып жатыр екенсіз ғой? Жоқ. Атыңыз кім? Нағима. Менің атым Шапағат. Айтшы, біреу ауыр болып кетті, апай өзіңіз көтере берсау деші. Апай, что-то ауыр, өзіңіз көтеріңізші. Апай, сіз алдыға кете беріңіз, мен мынаны үйге алып кете берейінші деші. Апай, сіз бәріңіз на пакет маған беріп қойыңыз, Апай, мәз, қалжың. Апай, мен. Ade, Шапағат! Екінші тапсырма таксимен сөйлесу болды. Ол кезде ең қиын андай такси тоқтатқан кезде бірінші тегін апарып тастайсыз ба деген сөз ыңғайсыздау болды. Ағай, сәлеметсіз, Қаскелеңге апарып тастайсыз ба? Иә. Тегін ғой. Машинаны өзім айдап барам бағанша. Апарып тастайсыз ағай? Ағай, апарып тастайсызшы ағай, пожалуйста ағай. Ағай, Қаскелеңге апарып тастайсызшы, өзім айдап барам машина. Ағай деймін, пожалуйста ағай. Ағай, пожалуйста, апарып тастайсызшы. Ағай, сәлеметсіз ба? Қаскелеңге апарып тастайсыз ба? Тегін ағай, пожалуйста. Өзім айдап барам машинаны. Ағай, пожалуйста. Ағай, сәлеметсіз ба? Можно до Қаскелең бесплатно? Могу я на багаже сидеть, пожалуйста. Есімім Қайнарбек, математика оңай онлайн оқыту орталығының негізін қалаушылардың бірі. Ахметбек Нұрсұлы ағайдың серіктесі боламын. Мендегі жаңағы ұяңдық бар да, біреуге бір нәрсе айту үшін үлкен бір қадам сияқты көрінетін. Сөйтіп, соны жеңу мақсатында сондай өткіздік. Кішкене ұяттау болды, сәл айғайлау керек болды. Айғайлау керек, бүкіл жаңағы остановканың маңайында тұрдым, өзім қалың адамдар тұрды. Бір емес, 3 рет айғайладым. Кешіріңіздер. Қатышып кеткен жоқ па? Айтуыңды жіктер. Сондай не болып жатыр да? Басқысы өте жаман қатты шығып кетті, өйткені құлағымдан өшініп тұрды да. Қалған екеуі ақырын болғанмен, бірақ кез келген жерде айғайлауға болатынын білдім. Келесі тапсырма маған не әкеп берді, командадағылар тамақ әкеп берді. Оны өзім емес, басқа біреудің көмегімен аузым осып жеу керек болды. Соған келген кезде көп отказдары болды. Және бір жігіттер әкеп беріп кетті. Просто ашып жегір. Келіңіз, жігіттің жегір. Жей бер өзің. Кеш, отырыңыз, келіңіз. Кеш аға. Отырсаңшы, келіңіз. Хотя біреу алып беріңізші. Біреу ғана, бір жас жігіт, өте мейірім жігіт болса керек, асығып тұрса да келіп жаны ашып, кәдімгідей маған болсып, аузыма кәдімгідей тамақ салып беріп кетті. Мен автобусын кебетін Оған брат, хотя біреу жағып береші, болды сосын. Жей алмай отырмын да, просто қолым ары қарай итімге келмей жатыр да. Біреу просто алып. Хотя біреу алып берші. Жібетпейді, отыршы. Андан ашып, біреу алып салайшы. Өзінде жоқ.
жатымыз шыдамады. Сосын жігітке барып мына осылай болып жатыр еді, рахмет деп айтып айтуға тура келді соңында. Соңына дейін бардық. Бауырым, рахмет. 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 Не болды? Рахмет. Сен хат жейдегенсің. Ау. Неге түсірім болып жатыр, рахмет. Түсірім болып жатыр. Иә. Рахмет. Сосын үшінші тапсырма ол аяқ киім тазалау болды. Көшеде бір үлкен кісі келе жатыр, ер адам. Қолыма аяқ киімнің кремін алып алдым да, ол кісіге барып айттым. Яғни бірінші мақалды айтудың өзі маған кішкене не болды, танымайтын кісіге барып дос басыңызға қарайды, дұшпан аяғыңызға қарайды, аяқ киім сүртіп берейін деп жерге отыра қалған кезде ол кісі сәлеметсіз бе? Сіз қазақсыз ба? Жоқ, орыс. Қазақсыз ба? Қазақ. Қазақта айтады ғой, дос басқа қарайды, дұшпан аяққа қарайды. Сіздің аяқ киімді тазалап берейінші. Не қыласыз? Тазалап берейінші. Тап-таза болып жүріңізші. Ағай, тазалап берейінші, ағай, аяғыңызды тазалап берейінші. Дұшпаныңыз аяғыңызға қарап жүр деймін, ағай. Тазалап берейінші аяқыңызды. Ағай, тазалап берейінші. Ол кісінің маған деген аяушылық сезімі оянды. Аты жөнімді сұрап, бұл үшін не аласың деп, ақша аласың ба, қанша теңге аласың деген сияқты аяушылық сезімдерін білдірді. Маған әрине қатты ұялдым, бір жағынан менде қорқтым. Ол кісі былай қолмен денемді итеріп жатыр, олай істеме, сен қанша теңге тұрады, не сатып жатырсың деген сияқты. Сосын амалсыздан сумкамнан кремді алып шығарып 500 теңгеге саттым. Рахмет. Тазалаған үшін қанша аласың? Алмаймын, ештеме алмаймын. Шын айтам, ештеме алмаймын. Жоқ, вообще деймін да? Жоқ, ештеме алмаймын, просто. Ондайын қой, мен ондайға. Мен қазір өзім-ақ тазалаймын. Дәл. Ондай қой. 200 теңге. Мынандайды сатам. Қаншадан сатам? 500 теңге. 500 теңге? Иә. Өзің қаяқтың қызысың? Атыраудікі. Атырау? Адайка ма? Жоқ, Берш. Қайсысы? Себек Берш. 500 теңгеге сатсаң біреуін ала салайын. Жарайды. Саудаң жүрсін деп. Рахмет, ағай. Қарасын десе, қарасын. Аға, менде біреу. Ағай, рахмет. Не қарасы бар, но басталған алын сізге подарок. Қарасын бересеңіз, рахмет. Сізге де рахмет. Одан кейін тағы да осы аяқ киім тазалаудың тақырыбында екінші бір кісіге бардым. Енді ол кісінің бірінші кісіге қарағанда киінгені былай басқаша болды. Өткен бірінші кісінің киінгені қарапайым болды. Және жүзі де жылы болды. Бір жағынан мені ең соңында қатты аяп кетті. Одан кейін екінші бір жақсы киінген кісіге бардым. Қой, жоқ, керек жоқ. Тазалап берейінші, пожалуйста. Керек емес, рахмет. Пожалуйста, тазалап берейінші. Керек емес. Аяқ киіміміз таза жүреді ғой, ағай. Рахмет дедім ғой, керек емес. Тазалап берейінші. Жоқ. Пожалуйста, ағай. Жоқ, қажет емес. Тазалап берейінші. Пожалуйста. Қажет емес дедім ғой, қойсаңшы енді. Тазалап берсеңші, ағай. Зорлас. Маған даже күліп те қараған жоқ. Сосын аяқ киім тазалап берейін деп отырып едім, жоқ деп тұрмын ғой саған, бара беріңіз деген сияқты қатты былай айқайлады. Біріншіден мен жалпы ер адамдардан қорқатынмын бала кезімнен. Осы жолы мен шынымды айтсам, бір-екі сынақтан өткеннен ол кісіден мүлде қорыққанда жоқпын, және ұялғанда жоқпын. Тазалап берсеңші. Керек емес деймін, керек емес деймін. Не айтасың? Тазалап берейінші. Керек емес. Ана машинамда бар, машинадан сүртіп аламын. Менде де машинам бар. Сүртіп берсеңші, ағай. Керек жоқ дедім ғой, қойсаңшы енді. Жақсы, рахмет, ағай. Келесі тапсырма қан көшеде отырып жаңағыдай плов жеу керек болды. Және екі қасық алып қойдық. Біреумен жандағы өтіп бара жатқан кісілердің кез келгенін шақырып тамақ ауыз тигізу болды. Келіңіз, тамақ ауыз тигізу астан өткен емес. Келіңіз. Келсеңізші, апа. Апау.
апа жалғыз тамақ іше жатырмын апа. Ассалаумағалейкум. Тамақ осы келсеңізші. Астананы көрмейсіңдер ба? Құйрықтан сызып дейді. Отыр, отырып жеп. Құйрығын басып жеп. Мына менікі, мына сенікі. Енді мен брат, жаңа ғана тойып шыққанбыз, просто тағамнан жесін. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіздер ма? Мен Аламанның 33-ші ағым, шабандозы болам. Есімім Арна, жасым 19-да. Жалпы болып өткен жаттығудан кейін алған инциденттарым көп болды. Біз Еркебұлан мырза екеуміз бір тойханаға бір апайдың 50 жастық мерейтойына барған болатынбыз. Братан, сұрадық жаңа. Бір. Құрметті бүгінгі кешке келген қонақтар, Гүнара есімді бір ханым болса, орныңыздан тұрып жібересіз ба, мүмкін болса? Біз сізді дұрыс танымаймыз, біз сырттан келгенбіз. Жалпы біз өз арамызда бір конкурс болып жатыр еді, бәсеке болып жатыр еді, осындай тапсырма берді бізге. Сіздерді танымасақ та өте бір мейірімді, шуақты, сондай бір керемет орта екенін көріп отыр. Құрметті Гүнара ханым, сізге зор бақыт, мол табыстар тілеймін. Ол қызыңыз болса, солардың қызығын көріңіз. Әрдайым өйстіп күлімдеп, керемет болып жүре беріңіз. Сіз дегенді 50 жас деп айту қиын, өте сүйкімді, сұлу әйел екенсіз. Сізге зор бақыт тілеймін. Ауырмаңыз, әрқашан осындай достарыңыздың, таныстарыңыздың, коллегаларыңыздың барлығының арасында күліп ойнап жүре беріңіз. Сіздерді көргенімізде өте қуаныштымыз, және де осындай қуанышқа келгенімізде қуанып отыр. Барлықтарыңызға бақыт тілейміз, қуаныш, береке, бірлік болсын. Бүгінгі кеш құтты болсын, көп рахмет. Наргиз сөйлесе. Сәлеметсіз бе, Гүлнара ханым. Сізді бүгін өтіп жатқан 50 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа айтып өткен расымен де өте сүйкімді, әрі жас көрінесіз. Осындай жас, әдемі болып қала беруіңізге тілектеспіз. Өмірдің базарында, Алланың назарында қалған өміріңізде өзіңіздің отбасыңыздың қызығын көріп, өзіңіз ана бақытын сезінуге шын жүректен тілектеспін. Адамдарға тілектер айту, оларды қуанту мен үшін қызық болды. Жалпы осы жаттығудың арқасында мен адамдарға деген мейірім ашылды. Одан сайын адамдарға жақсы сөздер айтқым келді, жақсы тілектер айтқым келді. Танымасам да ол кісіге жақсы тілектерімді арнай алдым шын жүректен. Саламатсыздар ма? Мен есімім Аяулыма Бұғали болады. Бизнес бастау мектебі 33-ші ағым шабандозы боламын. Мен басында негізі бұл жобаны болатын білген жоқпын. Бірақ ол кезде мен Алматыда емес едім. Алматыға келгенде осы жобаны болатын білдім. Және де мен жай ғана қатыспаймын, жай ғана сырттан қарап жүремін деп ойладым. Менде ешқандай қорқыныш болған жоқ. Маған сырттан қарағанда қызық болып көрінді. Маған ең соңында тапсырма берілді. Сен ән айтасың метрода деп. Маған ешқандай қорқыныш болған жоқ метрода ән айтқан. Маған тек қана метрода жай ғана күнделікті киіп жүрген киіммен ешқандай неофициально, былайша айтқанда неофициально өлең айтқан, ән айтқан маған ерсі көрінді. Эта песня посвящается вам. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us. You have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are. And the hurt does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart
Құрметті көрермендер, бұл сынақ сіздерге ұнады деген ойдамыз, себебі біз бұл сынақты ұйымдастырарда көптеген шетелдік пранктерді қараған болатынбыз. Ол пранктердің көбісі енді ұят, белден төмен оқиғаларға негізделген, ал біздің бұл сынақ сіздің қорқынышыңызды жоюға және де бизнесмен деген, кәсіпкер деген тәуекелге бара алуына негізделген болатын. Ендеше сынағымыз ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Ал егер де келесі бағдарламаға сіз де кейіпкер ретінде қатысқыңыз келсе, комментарийға өзіңіздің ойын шарттарының бір қызықты ойынның шарттарын жазып кетіңіздер, ал біз ішінен іріктеп аламыз және де сізді келесі бағдарламаға кейіпкер ретінде шақыратын боламыз. Барлықтарыңызға рахмет. Осымен бағдарлама тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.